Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Бүгін біз газ подкаст жалғастырудамыз. Бүгінгі таңда біздің тақырыбымыз Қазақ Ақбас бүгін ертең кеше деген тақырыппен бастаймыз. Бүгін қонағымыз, студияға келіп отқан қонақтарымыз ФХ Ерсалды Аскер Тажиденович, қош келдіңіз. КХ Маулит Қайырлы Амангелдиевич, қош келдіңіздер. Ал енді өздеріңіз осы жерде кішігірім өздеріңіз қалай келдіңіздер, осы салаға қалай бастадыңыздар, қандай қиыншылықтармен өттік, енді тарихынан бастасақ, Қайреке, енді өзіңіз бірінші бастасаңыз сөз. Жақсы, енді бүгінгі Ақбастың бүгінгі подкастына қош келдік, қуана келдік. Рахмет. Өйткені осыған шақырғаннан кейін осы жерге келіп, жаңағыдай сұхбаттасақтан кейін келіп тұрған жайымыз осы. Өзі негізінде қазақ болып туғанымызға қуанамыз негізінде. Оның ар жағында өзі қазақтың бұрынғы ата кәсібі, өскенде ғана осында бізде әлемдік деңгейде көшпенділер ойыны өтті. Ол да қазақ көшпенділер ойыны өтті. Соның бәріне келген кезде қазақтың өзі ата кәсібі мал шаруашылығы. Сол мал шаруашылығының ішінде төрт түлікті де ұстап келе жатырмыз. Соның ішінде Ақбас малын өсіріп келе жатқанымызға бір 20 жылдың шамасы уақыт болды. 20 жылдан асты. 20 жылдың шамасы уақыт болды. Енді бұны сол 2004 жылдардан бастап нақты кірістік. Содан бастап осы Ақбас палатасының мүшесі 2011 жылы ма? 12 жылы бірінші нелер болып кірдіңіздер ғой? Бірінші болып кірдік, Содан бері келе жатырмыз. Содан бері біздің осы Ақбас малымыздың өсуіне, оның сапасының жақсы болуына осы Ақбас палатаның бірден бір себепкерлігі бар. Қанша направление беріп, қанша семинарлар өткізіп, талап тілектерін қойып, сол талап тілектермен бірге жаңағыдай өздерінің ұсыныстарын жақсылап беріп, талап етіп, ұсынып, сол талап болған жерге оған жауап болады ғой. Сонда Ақбасымыздың жаңағыдай малының санын ғана емес, осының сапасына мән берейік деп. Енді бұның ар жақ түпкі мақсатымыз, барлығымыздың елеп жүргеніміз бір терінің пұшпағы. Ар жақ мақсатымыз осы қазақ Ақбасымызды әлемдік брендке айландырсақ, және де сапалы ет өнімін шығарсақ. Бүгін таңдағы жасыл өнім осы Қазақстанның еті керемет деп әлем қазір қарап, тамсанып, жаңағыдай сол дәмін татқандар бар, соның бәрі қазір құшақ жая осы әлемдік жасыл өнімге шығаратын болсақ, осы бірден бір қазақтың Ақбасының еті шығады ма деп сенеміз. Осы бағытта қазір жұмыс істеп келе жатырмыз ақырындап. 2005 жылы бастадым деп отырсыздар ғой? Иә. Оны сіз өзіңіз ба, ағаларыңыз ба, әкеңізден ба? Әкеміз бар, бәріміз бірге бастадық. Негізі 94-95 жылдар заман қиындау болды. Заман қиындау болды. Сол заман қиын заманды да қатар көрдік. Сол кездері 97-лерде мектеп бітірдік, одан университет бітірдік, содан келіп кәсібімізді содан бастап, негізінде сол бір мал ат көрімға 2 мал қойып деген секілді заман қиындау, содан кәсіп саласында келіп біраз жыл мұғалім болып көргенбіз. Негізі мамандығыңыз қандай болды жаңа бітіргенде? Негізінде мамандығым ПМНО деген мамандықпен бітірдім. Ең басында педагогический методика начального обучения деген. Содан кейін бір 4 жылдай мұғалім болып жұмыс істедім бастауыш сыныптарда. Содан жұмыс істеп жүріп, малды қосымша еңбек керек мұғалім болған соң. Қосымша малды алып жемдеп көріп, содан кейін Ақбастың именно жақсы качественный малды алып жемдесең, результат жақсы береді. Ал жай малды қоясаң, породасы слабыйды. Онша дұрыстап не бермей қалады, результат бермей қалады. Привесі бәрі аз болды, содан кейін содан қызығып барып, содан ол қай жақтан шыққан сонысын оқып, бұл өзі қандай кәсіпті болсын, ғылым мен ғалымды ұштастырған кезінде ол нәтиже береді. Содан ар жағын оқып барып, содан Ақбасқа қызығып келдік қой. Мықты. Аскер мырза, енді өзіңіз осы салаға қалай келдіңіз, қалайда қадам бастыңыз, ол туралы айтып кетсеңіз. Если орысша айтсам... Әрине, өзіңізге. Потому что очень правильно, что мысли выразить, мне удобнее. Рахмет. Рахмет за приглашение, очень приятно присутствовать. Палата Ақбас. Мы тоже с вами со дня основания, но наше хозяйство все-таки образовалось до основания палаты, поэтому мы с первых дней с вами, очень приятно, то, что мы сегодня наши с каждым годом отношения крепнут, и вместе растем, вместе развиваемся.
Наша история образования хозяйства, это мы с детства, у меня отец водитель, водитель, поставщик газа, в советском совхозе работал. И всегда, как побочный доход, всегда на ферме раньше брал на доращивание телят. Телят наберет, да, 15-20 голов, а мы, короче, у нас 3 брата, старший брат, я второй, и младший братишка, сестренка 4. И мы всегда пасли. У нас все лето, детство прошло вот именно, пасли мы вот этих 20-30 голов, да, пасли. Потом каждый, тоже в детстве играться охота, какой, потом скот потеряешь, пока поиграешься. И вот так, я вот всегда, в то время я, конечно, жалел, думаю, все дети как дети, а я, хожу в этом. Пастух, пасу вот так вот. Но все равно время идет, но все равно, как сейчас понимаю, набирались опыта на сегодня. И потом поступил в университет, закончил финансы. Финансы, брат на механика закончил. И когда в село возвращались, здесь брат надо куда-то устраиваться, я говорю, просто пойти куда-то механизатор работать, я как-то, не хотел, чтобы было. Я говорю, давай свой трактор, сами будем. А дома 3 головы было тогда. И думаю, где себя начать? Финансы, банк не мое, прям внутри, прям не заходит. И мы начали заниматься, мы там металл возили, собирали, короче, вот так вот, потом трактор, немножко свою паевую землю сеять. И с этих 3 голов чуть-чуть деньги появились, металл сдали, покупаем теленка. Вот так потихоньку, 30-40 голов мы свои, беспородных, правда. И после этого пошли программы вот эти кредитования, 65 тысяч тенге через фонд финансовой поддержки мы взяли были. Это какой год? Это был 2002 год. 2002 год. Вот как раз я университет даже не закончил, на заочно перевелся, я приехал в поселок, и вот брат как раз закончил у меня был. И вот мы начинали вот с этого. Потом 65 тысяч тенге взяли, по 15 тысяч 4 коровы купили, тогда корова 15 тысяч тенге стоила. И после этого потом 75 тысяч тенге было, потом 200, потом 400 тысяч. А здесь максимально порог у меня был 400, потому что в деревне дом больше не стоил. Наш дом 600 тысяч тенге оценивали, хотя, казалось, большой особняк, да, но в деревне не ценится. 400 тысяч дали, все это порог нашего развития был. Потом после этого у нас все, кто сеется, они категорически против были животноводства. Это невыгодно. Это топчат. Да, все в городе живут, да. Несіне кіріп кетеді, поляға кіреді, малды қарамайды дейді. И в основном они все в городе. Мы-то в деревне живем на месте, да. Для нас это несложно. А все, кто сеется, аграрии, они в городе живут. И для них вернуться в поселок и заниматься животноводством, это вообще было катастрофически. А здесь программа тоже государственная пошла прям в цвет. Занимайтесь все. И потом здесь, когда мы все крестьяне поселка собрались, они говорят, мы не будем заниматься. Он говорит, если вы не будете, тогда свой залог дайте человеку, который хочет заниматься. И в тот момент, получается, вот этот большой аграрий у нас, Калим Хажаевич, вот он мне дал свой ток в залог. И на 10 миллионов я тогда взял кредита, чисто на доверие вот так вот. И первый старт вот с 10 миллионов я купил был в тот момент 47 голов ахбасов. Это как раз Ахбас палаты же не было тогда. Да. Я купил племенной скот, и дядька, который племучочек, он уже на пенсии, у него тоже, он прям болел этим, прям говорит, я вел, мне все бумаги показывают, скот племенной, уже последние 5-6 лет не ведется, все уже обесценено, короче. И ладно, я скот купил, и здесь появились палаты Ахбас, что надо. А к вам, когда пришли, вы говорите, подтверди генетику, хотя бы документально. Я вот эти документы все с архива начал поднимать. И приэтовал, через все это зарегистрировали мы. И здесь еще такое, говорю, столько стрессов было. И в моменте, когда я вот эти на 47 голов уже документы сделал, у меня пошло голов 5-6 голов, это аборт пошел, коров. И я думаю, капец, я его спрашиваю, тогда же опыт, я пацан же, что там? Мне говорит, а это бруцеллез. Говорит, я ел, как бруцеллез? Это все, скот надо вырезать. У меня столько страхов, я кровь беру, отправляю в лабораторию. Здесь у вас документы уже на регистрации. И здесь я сюда еду, короче, через 3 дня, через 3 дня я в Астану должен приехать, к вам поднимаюсь на 7-й этаж. И я говорю, документы готовы? Они говорят, да, готовы. Говорит, что заберете, короче, я не знаю, брать, не брать, короче. Я потом здесь выхожу, звоню в лабораторию, звоню так и так, говорю, там по анализу крови пришли, короче. Они говорят, а вам что, по телефону сказать? И потом тянут мне, вот так. Они говорят, я говорю, по телефону, конечно. Она говорит, ваш кот здоров. Я говорю, я доволен. Стресс двойной, да? Это капец было, да, это действительно, это жизнь же это. И вот с того момента, вот с этих вот 47 голов, мы на сегодня у нас 1200 голов. Поэтому время шло, вот, уже племенной статус был, и вот это как основа была. И с братьями мы до сих пор в бизнесе, до сих пор вот именно развиваем сельское хозяйство. Сейчас
Потом развивали два направления: растениеводство и животноводство. Сейчас я немножко меняю эту концепцию. Раньше у нас Рахбас всегда говорят: внимание не надо, же берет в пастбище, там сам родит, сам растет. Сейчас я все-таки понимаю, что будущее будет за животноводством, за мясом. В Казахстане нету как такого мяса, нету ценного мяса. И все-таки фокус сейчас я растениеводство максимально перевожу, наоборот, на кормовую базу. У меня половина полей сегодня с 4000, мы 2000 выделили на кормопроизводство чисто. И в этом году мы запас уже на 4 года, 12 тысяч силоса заготовили в этом году. Поэтому сено порядка 25 тысяч рулонов у меня. Поэтому у нас потребность 5-6 тысяч рулонов. Поэтому За зиму, да? Қыста тек ана 6000 рулондай керек, да? Если сенажа вместе, да. В этом году, поэтому и у нас где-то 3000 обычно сенажа уходило. А в этом году мы очень большой запас сделали. 12 тысяч, это 3 жылға бірақ жасап тастадыңыз ғой, да? Да. Поэтому и сейчас хотим перейти к балансировке кормов. Именно не к интенсивному развитию, чтобы у нас были привесы, чтобы у нас это все считалось, все это чтобы просчитывалось, и мы четко понимали, сколько в день у нас привесы дают, какой результат получаем. Первое образование здесь роль ойнап отыр ғой, финансовый мен экономикасын есептеу, қаншалықты тиімділігін көрсету дегенде. Да, согласен. Ал мында енді Қайырлы мырза, өзіңіз бүгінгі таңдағыны, өзіңіз шаруашылығыңызды қалай, міне жаңа Аскер мырза айтып отыр ғой, бүгінгі таңда осындайға бастауы болды. Міне 47 баспен бастады, бүгінгі таңда 1000-ға жуық уже ақбаспен. Сізде қалай енді? Әскер өте жақсы айтып жатсың, қуанып, эмоциясын бәрін көрсетіп, нақты шынайы дүние, жүректен шыққан дүние жүрекке жетеді дейді ғой. Әскер сондай нәрсемен жеткізіп жатыр. Біздің енді сол әкеміз бар, туған інім бар, Данияр деген, шешеміз бар, сол бәріміз бірге үлкен әулетте үлкен апамыз болған, сол кісілер бәріміз бірге ағайын туыс болып бірге келе жатырмыз. Содан малымыз өсті, Алланың бергені. Соны енді ең бірінші сол Алланың бергені, екіншісі осы халықтың қалауы, маңайымыздағы жақсы адамдардың болуы. Қазір малды өсіріп келе жатқан тағы да ағайындарымыз бар. Қазір уже бұрын жұмысшы болып кіріп, қазір ағайын туыс болып кеттік. Мысалы Қадылбек деген ағамыз бар. Қазір Мират деген бөлеміз бар, өзі зоотехник, өзі управляющий. Онан кейін Қанағат деген ағамыз бар, сондай бірге келе жатқан азаматтар бар қазір. Қатарлас. Сонымен малдың басы қазір бір аналығы 1000 басқа жетті. Қазір осы Генезис деген лаборатория бар ғой. 201-ден басқа қылшық жіберіп қойдық. Қазір анықтау, әкелігін анықтау бірінші категория бұқаларға деп. Бірінші класс хозяйствоның өз требованиясы бойынша осы 3-4 жыл бұрын өткенбіз. Енді сол ақбасты ұстап жүрген кезімізде сол ақбастың сапалы қып өсіру, ақбастың малы қандай десе, мал осындай болсын деген деңгеймен қазір жұмыс істеп келе жатырмыз. Бұның бәрінде енді ақбас малының чыдамдылығы айтқым келеді. Қысқа, суыққа да төзімді. Бізде енді қыстақтар әртүрлі стойлойда қоямыз, жем шөпке де қоятын базымыз бар. Бізде қыстақпен ұстаймыз да, сол кезде тауда да жүреді, мүлдем шөпте жемде жемей шығатын бізде қыстақтар бар. Сөйтіп ақбас сол жерден бар ғой, енді 70-80% өл беріп жүр. Бізде қазір бұқан алып тастап қосамыз да, март, апрель, май 3 айда туады. Сол 3 айға туғызға қойдық, сонда 70-80% төлге барып жүр. Онда енді нақты жайылып шығады. Шөп жем апарып қоямыз, тура төлдеген кезінде енді базы бар, қора бар, соған қоямыз да, бұзауларын қойып, бір айға дейін қорада ұстап барып, содан кейін шығарып отырамыз да, сонда алып бер жақта да. Сонда сіздер жазда жайлауға, қыстаққа апарып? Жайлау, қыстақ, күзек бәрін ұстаймыз. Күзек те бар. Міне бүгінгі таңда айтқым келеді де осыны. Мен де қарап отырмын ғой, Қазақстан бойынша, Шығыс Қазақстанда, Абай облысында дейгі Тарбағатай тауының қасында осы әлі де бүгінгі таңда да сақталып қалған көп. Қыстақ, күзек дегендей жайлауға жазда шығаратындай осы ата-бабамыздан келе жатқан тәсілмен малды бағып шығарып, жаңағыдай өзіңіз. Әр жердің сонысы дейді ғой, ең чұрайлы жердің қыстаққа барса, қыстаққа келген кезінде мал соның чұрайлысын жейді. Күзекке барса, ол жерде жейді. Малдың орны ауысқаннан кейін
оның енді сергейді, жайлауда болады, басқа нәрсе. Сонымен Оны қазіргі таңда бізде айтады ғой, ғылымдармен ұштастырған кезінде ротационный пастбище дейді. Иә. Негізінде ол баяғыдан бізде ата-бабамыздан келе жатқан әр өңірде уақытылы сақтап, ауысып, малдың жайылымын өзгертіп отырады. Сонда ана жаңағыдай шөбі де, массасы да нетіліп кетпейді, деградация пастбища жүрмейді дегендей. Наоборот, пастбищенің сапалығын көтереді деген. Бұл қазір уже дәлелденген зат дейді ғой. Бірақ бұны кішігірім территорияның ішінде қоршап, электропастуқтармен бөліп, ротационный пастбище дегенді. Бірақ мені қарасамыз, ол баяғыда келе жатқан өзіміздің ата-бабамыздың тәсілі. Бірақ бүгін кішкене енді жердің қысылып, кейбіреулер егін салады, егінге түсіп кетпеу үшін жерінде көлемінде кейбір шаруашылықтарда көп емес көлем бар. Сондай жерлерде осылай ротационный пастбище арқылы. Бірақ сол қызықта негізінде осыны бәріне жеткізіп, айтып дегендей қыстақты. Көктемде қай жерге қалай шығасыздар? Қай жерде болады? Көктемде көбіне сол мал қыстақ дейміз, сол қыстақта төлдейді. Сол қыстақта төлдейді, бәрі төлдеп болғаннан кейін барып жаңа күзек дейді ғой, сол күзек секілді қылып көктемде сол жерге де барады біраз уақыт, жайлауға дейін. Жайлау жағы ашылып. Иә, жайлауға дейін сол жерде. Жайлауға дейін тағы да барады. Мұнда таудың күмбел жағында мал жайылып жүреді ғой, қар түспейтін еді. Негізінде былай қарап тұрсақ, сіздерде дейін 2 метрге дейін қар түскен бар ғой. Бізге қар түсетін кезі болады. Бізде ар жағымыз, жаңа қыстақ жақтарымыз көбіне қыстақ деп айтамыз, жаңа мал қораларымызда таулы аймақта. Таулы да. Таулы аймақта өзіміздің ауылдан бір 80 шақырым, 70 шақырым, 60 шақырым жерлерде машиналар міндетті не істеп тұрады, телефон ол жақта связь. Қалай сіз қарым-қатынас қыста міне еңгізі? Турая қоямыз. Сотовый. Турая қоямыз, содан кейін тағы да бір связь ұстайтын жерлері бар, сол жерлерді қазір әр жерден ұстайды, бірақ та нақты. Сондай басқа қыстақтарда, кейбір ауылдың маңындағы қыстақтарда оларда. Қаншалықты қымбат Турайды? Тураяның минуты 500 теңге ғой. Осындай да. Бүгінгі таңда Starlink деген бар ғой, қазір интернетте де қойып соғуға болады да. Түсінікті енді. Енді қызықта өткені өзім жеке басыма білмегендіктен өңірдің әр ерекшелігі дейді ғой. Сондай қызықты болады енді. Көрерменге қызықты болып, барлығы бүкіл жан-жақты қарап отыр ғой. Соған енді жеткізеді. Тураймен связь хабарласып тұрасыз. Жетуі қалай болады қысқа уақытта? Жетуі жол ашық болады, ешқандай көбіне бізде таулы аймақтарда қар түскенімен боран соғады, жер ашылып тұрады, ешқандай жол болмай қалу деген мәселе. Ондай жоқ, Мәселе жоқ, жол болмай қалу деген. Ал Аскер мырза, енді сізде қыста қалай болады? Енді сіздерде де қар деген. У нас все-таки 6 месяцев у нас пастбище, 6 месяцев стоило. 180 дней у нас стоит стабильно, да? Стабильно, да. Поэтому наоборот, сейчас даже молодняк мы в 6 месяцев отбиваем, они уже, вот сейчас уже отбивка у нас прошла, вот последние 2 месяца могли бы на пастбище стоять, но если анализировать последние года, мы получаем отвес. Потому что уже на улице холодно, день короткий, пастбища неэффективные, потому прям идет отвес. Поэтому если же прям учет вести конкретно и понимать экономику, то просто так экономить, мы экономим на чем? Мы экономим, якобы мы не потратили корма. Но сколько мы потеряли, недополученная прибыль, это никто не считает. Поэтому, чтобы животноводство сделать эффективным, я считаю, что надо все просчитывать. Да, каждый, да, Милович, потому что это әр қосылған килограмм, ол да ақша ғой. Конечно, да. Ежесуточно, если мы берем год 365 дней, по сути, даже по 800 грамм, можно логику включить, теленок родился 25-30 килограмм, и 365 дней прошло, Ахбас, допустим, генетику наложить, образно, даже пастбище 800 грамм взять, 800 грамм, поэтому можно прям посчитать, сколько должен быть он 365 дней. Если же по факту, допустим, если в апреле он родился, и ты в апреле его перевешивал, у него давайте мне интересно стало даже сразу калькуляцию, если сделаем, и 30 килограмм, да, умножаем 365... 800 грамм умножаем на 365. Живой вес? Это 292 килограмма. 200 плюс 30 килограмм при рождении. И дается в итоге у нас 300 килограмм должен быть. 300 это минимально, это пастбищное содержание. Да, пастбищное содержание. Если 365 дней он не набрал вот эти 300 килограмм, то надо задуматься, где мы недополучили прибыль, это пастбище. Если же брать балансированные корма и в стойле, допустим, то, я думаю, генетика Ахбаса до 1,5 килограмма можно поднять. Поэтому, если на 1,5 килограмма посчитаем 365, то это совсем другой вес будет.
совсем другая экономика будет. Сейчас давайте посчитаем на 1,5 килограмма. Вот на сегодня мы цель такую поставили, 1,5 килограмма. 1,5 килограмм енді ол енді керемет рекордтың бір Ну хотя бы 1200 пускай будет, да, пускай будет 1200, даже и то уже совсем другая математика выйдет. Да, вот тогда Да, получается вот такого формата. Да. Вы, получается, вот это алдыға қадам жасаған кезде енді келешекте сонда 1,5 килограммға шығарып есептеуді, сонда 1,5, сонда жаңа бір жылда 400 килограммнан асу керек деген жоспар қойып отқан. Келешектің қадамы міне келешекте осындайға жету. Былай қарап тұрсақ, бүгінгі таңда осы бізде жаңа дала болды ғой көрмесінде. 15 айлықтар 500 килограммдықтар да болды ғой. Сол себепті ол жетуге болады деген сөз. Жетуге міне қолмен ұстап көрдік дегендей. Енді егер рацион бойынша қойса, малдың өзі күніне бір күнге жейтін шөбі негізінде 10-12 килограмм. Және де енді төлдер, жас төлдер болатын болса, бір жасқа дейінгі малдардікі 3 килограмм, үлкен малдікі 7 килограммға дейін жем жейді ғой, жемдерін жейді. Егер сол бойынша қойып, бәрімен стойлы қоятын болса, 1,5 килограммға барса, ол керемет көрсеткіш болар еді. Егер 1,5 килограммға баратын болса, генетикасы бәрі сапалы жеткен малда ол болады. Енді бірақ та 1,5 килограммға жеткізу бар, бірақ та барлық малды бара қоймайды. Ал енді 1 килограмм жаңағы әскер өзің айтпашы, 1 килограмм 200-ге жетіп, средний 1 килограмм 200-бен барса да керемет болар еді. Супер, да, это тоже. Онда уже оның себестоимости, соның кейін бүгінгі таңдағы рыноктағы бағам естеген кезінде уже қызықты болады да ол. Сонда қайтан егерде оралатын болсақ, бүгінгі біз енді өткен zaman, бүгінгі өткен келешек дейміз ғой тақырыбымызда. Сонда бүгінгі таңда жоспарларыңыз жаңағыдай 180 күні қыстада тұрады, 180 күні өрісте. 180 күн өрісте жаңағыдай 800 грамм қосып, бүгінгі таңда онда жоспарыңыз орындалып отыр ғой. Орындалып отыр. Енді келешек алдыға қарай қадамдар мақсат қойып отырсыз, дұрыс қой? Келешекке осындайға жету керекпіз дегенде. Әрине онда мықты. Енді Қайырлы мырза, өзіңізде бүгінгі таңда енді осы сандар бар ма? Кішкене сізде енді қыстай бүкіл өріс қой енді. Бізде кейбір қыстақтарда өріс бар, кейбіреулері жаңағыдай тоже 6 ай қорада тұратыны бар. Қорада да. Бізде малбордық алаңы бар, сол малбордық алаңына біз төлдердің бәрін міндетті түрде әкелеміз. Сол малбордық алаңына әкелеміз. Осы октябрьдің ішіне міне бөлеміз малды. Содан кейін төлдерді әкеліп қойған кезімізде қазір өздеріңізбен ақылдасып, ғалымдар банкирлермен ақылдасып отырып, выборок бәрін жасап, содан кейін бір қылшығын алғандарды бөлек қоямыз, ай сайын өлшеп отырамыз ғой. Өз өнімділігі бойынша. Өз өнімділігі бойынша. Сол кезде келген кезімізде енді біздегі основной нәрсе рационға беретіміз люцерна, жоңышқа, және де ақтық шөп, содан кейін көктік шөп, содан кейін отрубей, ячмень, және де бидай. Осыны араластырып береміз. Содан кейін немене бар? Карма-раздатчик бар. Карма-раздатчикпен осы жолы түсіруге барамыз деп жатыр ғой. Бұйыртса, түсіруге барған кезде карма-раздатчиктің бәрін қосып көрсетеміз де, сол кездегі қазір ақбас малымыздың өскеніне сол нәрсенің жаңағыдай жақсы малың жегіш болса берді Құдай дейді ғой. Сол секілді малымыздың бәрі жегіш болса ары қарай сапалы болып жақсы өсет деген ойдамыз. Сонымен қазір өзі басқа шаруамен жүрген кезде де уақыт жетпей жүрген кезде малдың ішіне барып атқа мініп жүретін болсаң бір рахаттанып қаласың ғой. Өйткені біз әр аналық сиырды білеміз. Әр малды білеміз, сонымен бірге қазір келе жатамыз, кейде 365 күн мал шаруашылығымен айланысу оңай шаруа емес. Әрине. Қиын шаруа. Қиын шаруа, бұның себестоимосын, жаңағы экономикасын бәрін керемет қатты санамаса, басқа тағы да поддерживать етіп ұстамаса, бұнымен артқа кетіп қалды, қиындау. Түсінбей қаласыз ғой, да? Түсінбей қаласыз. Ал бүгінгі таңдағы мына еттің бағасы төмен болып тұр ғой қазір. Еттің бағасы 2000 теңге шамасынан аспай тұр ғой, енді оптың еттің бағасы қазір. 2000 теңге шамасынан аспай тұр, ал себестоимость өзі 1500 теңгеден асып кетеді. Әскер өзінде де қарайтын шығарсың, сол 1500 теңгеден асып кетеді. Сол кезде маржинальность ар жағында біраз килограммға қараған кезінде негізінде пайда бизнесте енді есебің пайдаң бәрі болып келу керексің ғой. Бұл енді жылдармен келетін дүние. Болашақтан үміт көп, енді жақсы сапалы еттің болашақта бағасы мықты болып шығады, шарықтау шегіне барады, жаңағыдай сұраныс көбейеді деген ойдамыз. Ал бүгінгі мына бір телефонды қазір 1000 штук көбейтуге болады. Телефонды қазіргі аппаратқа саласың, шығарасың. Ал сен бір бұзауды ит көбейте алмайсың ғой. Бір жылда әкелесің. Сондықтан бәрібір де бұл мал баққан елдің оның жемісі болашақта болатынына сенімдіміз.
Сондықтан барлығымыз осы ақбасымызды өсіріп ары қарай осының жаңа нәтижесін көріп, кім малмен еңбек істеп жүр, бәрібір де ол істеген еңбектің жүйелі жұмыс жүйесін береді. Егер жүйелі жаңағыдай әскер айтпақшы экономикасын бәрін санап, бәрі қойылатын болса, тем более мына ақбасты осы мемлекетіміздің өзінің саясатында да, мал шаруашылығы бағытында ақбасты ерекше қолдап отыр. Негізінде үкіметтің тарапынан ақбас малды өсіруге жағдайды қазір жасап келе жатыр. Бұның енді жақсылығын да көріп келе жатырмыз. Мен болашақта еттің бағасы өссе, басқа қарапайым халық қиналып қалады деп айтады. Қарапайым халық қиналып қалады деп ол саясатта да бар, бірақ та дегенмен қазіргі осы мемлекетіміздің 43% ауылда тұрады. Бүгін 37% екен. Соңғы көрсеткіш бойынша осы 37% екен. 37, осы бізге 43% осы статистикада осылай деп былтыр мен ауыл шаруашылық министріне сұрақ қойғанбыз. Биылғы бюро национальный статистика дейді ғой, жаңа ақпарат берген кезде міне 37-38% деген сол ауылда тұрады, ауылда тұратын халықтың жаңағы осы малдың жаңағыдай бағасының біраз көтерілгені жақсақ болар еді. Өйткені бұны барлық адамдар сол малын ұстап, содан бала шағасын оқытып, содан жақсылығын көріп келе жатыр. Бұдан да өзінің бір деңгейін ата кәсіппен бір пайдасы да болу керек қой бұның. Әрине, бұл да бизнестің несі ғой, түрі. Бұнда пайда болмаса ешкімде айналыспайды деген секілді. Экономикасын есептеп, кейде бізде енді болады, малдың басында жүргеннен кейін өледі, шығын болады дегенде, оны есептемесе әрқайсысын кейде болады, жарайды, ештеңе етпейді. Бірақ математикалық есеппен көрсетсем, мынандай убытыққа шығып кетіппін ғой дейді. Оны есептеу керек, әрқайсысын есепке алып, сонда ғана нәтижесін көретін. Өйткені бір жылдық жұмысыңыз, еңбек ақыңыз да бар ғой. Өйткені мұнда былай салыстырған кезде қалада кісілерге айтқым келеді кейде. Мұнда демалыс деген жоқ, сіз мал деген күнделікті жейді, тамақты, мал тамағын күнделікті беріп тұру керек. Демалыс, туған күнің дегенде жаңа жыл болып қалды деген ондай жоқ, қар, боран, сосын андай қызықты бар ғой. Мен өзім малдың басына жүрген кезде боран, жел соғып тұрғанда төлдей бастайды ғой мал деген. Осы бір айрықша несі бар ғой. Сол күнде міндетті түрде барып тексеріп қою керек. Төлдеп отқаннан кейін енді келешектегі еңбек ақыңыз ғой, төлмен ғана ғой есептеледі. Соны барып жылы жерге қораға болса да мал қанша есепке алу керек. Ал енді келешектегі жоспарларыңыз, Әскер мырза, келешекке қойылған жаңа кішігірім айтып кеттіңіз, енді 1,5 килограмм бір сүт күнделікті қосу салмағына жету дегенде, оған қандай да қадамдар жасалып отқан. Енді мен өзім білемін, жаңа жылдан чемпионның тұқымы алып кеттіңіз, енді уже келіңіздер деп бір чатта жазып, сіздің неңіз жұмыскерлеріңізде жазып отқан, келешекте келіңіздер, осы чемпионның төлі бізде болады, күтеміз дегенде. Осындай қадам, тағы да басқа өзіңіз қадамдар жасап жатсыз ба? Да, конечно, чтобы именно мясное, например, да, любое животноводство должно быть, чтобы выгодно, это, наверное, как минимум 3 составляющие должно быть. Это генетика, генетика первая. Потом ветеринария, не надо заниматься лечением и тушением пожаров, нужно профилактикой заниматься. Вакцинация должна быть в системе. Если положено в первый месяц рождения, значит первый месяц, не когда он заболеет, а вот, допустим, у кого полная вакцинация должна быть и своевременная. И стадный иммунитет должен быть. Что вот мы точно знаем, допустим, если от болезни мы защитились, провакцинировали, то этой болезни у нас не будет. Это мы должны быть уверены, а не так думать, а вдруг будет, а вы будете готовы, когда уже болезнь, как у нас вот этот дерматит пошел же, вот этот нодулярный, тогда реально были не готовы, и сколько потерь было. Тогда на тот момент, я знаю, 3,5 миллиона мы только купили это, чтобы потушить пожар. Это очень дорого. Просто чтобы мы потратили это денег были на лечение нодулярного дерматита, скажите, а сколько мы от веса получили? Недополученной прибыли, это никто не считает, по сути. Если посчитать, это очень большие деньги. Поэтому от этих всех рисков мы должны быть обезопасены. Поэтому ветеринария здесь главную роль. И кормовая база. Если будет скот болеть, соответственно, он приветствия не даст при любой кормовой базе, потому что он болеет. Если же нету генетики, если у него отец, я всегда на людей пример говорю, если у тебя папа 1,5 метра и мама 1,5 метра, ребенка как-то не корми, он 2 метра не будет никогда. Поэтому, чтобы было понятно, да? И здесь то же самое. Если же отец и мать, у них потенциал максимально, допустим, по килограмм, по 800 грамм, то надо здесь с отцами работать. Маточное поголовье улучшать улучшителями.
конкурентами. Вот. С этой целью мы в этом году на Жанадала всех чемпионов забрали с аукциона. Прям мы с этой целью приехали. Я приехал даже на участие на Жанадалу. Я же не знаю, возьму, не возьму, но с таким ниетпен сулакельным, с Каневодской я сразу приехал, с пустой Каневодской. Сразу, да? Да, что я Алам деп солай. Поэтому, в принципе, Алла Тағала қолдап, біз всех чемпионов мы забрали. Енді в этом году случайная кампания закончилась, а эти бычки, Алла Жазса, вот у нас уже в феврале пойдут уже в работу. Поэтому генетика это немаловажно, надо работать над этой генетикой, чтобы получить результат от всех вложенных усилий. Вот, и экономика, чтобы получалась. Поэтому одно без другого не работает, она только в совокупе работает. Ну, иә, мында енді барлық жарын көру керек, қар жақты. Мында енді біз кішігірім түсіндіріп кеткенде, палатадан қандай талаптар жұмысты бірінші сыныпты шаруашылықтармен жаңа жұмыс жасаған кезінде өз өнімділігі бойынша сынақтан өтіп, жаңа генетикасын анықтап, бұл салмақ қосып беріп жатыр ма, сосын ол қаншалықты салмақ қосып отқаны. Өйткені маңыздысы қанша тағы да тағам жегені. Біреу 20 килограмм жеп, біреу 5 килограмм жеп отыр. Бірақ екеуі бірдей салмақ қосып отса, әрине 5 килограмм жеп отқан шығын азғы. Өйткені әр алдына қойған тағамның бәрі ол ақша, есептік несі көрсеткіште. Сол себепті генетикамен жаңа бірінші сыныпты шаруашылықтармен өз өнімділігі бойынша сынақтан өту осы көрсеткіштерге. Енді бұнда біз бүгін таңда бізде өтіп отқан есептік өз өнімділігі бойынша сынақтан өтіп отқан ол екі әдіспен, біреуі классикалық, біреуі ақпараттық технологиялар арқылы. Онда адам баласы қатыспайды, жаңа шетелдік системалар дейді, Vitel, Intergade, GrowSafe деген системалар. Онда автоматты түрде мал келді, қаншалық тағам жеді, суға барды, сонда өлшенді, салмағы көрсетті. Адам баласы қатыспайды, сіз стресс алмайды дегенде ғой. Өйткені жаңа өзіңіз айтып отырсыз, отвес кетіп қалды дегенде, ол да бір стресстің көрсеткіші, жаңа өрістен келді, шөптің несін үйренбегендігі, пока адаптациясы өтеді, сондай периодтардан отвестер жүріп. Бірақ мында енді сол классикалық методика қойып отқан, қазір басталды, енді қызу жұмыстар жүріп отыр, күзде өз енесінен бөлген кезде осындай. Сол бүгінгі таңда мына КХ Маулитта жұмыс жігіттер біз қазір жолда жасап жұмыс атқаруда. Және де енді келешекте бізде ерсалды күтеміз, бірінші сынып шаруашылықтың несінде. Өйткені сіздің өңіріңізде солтүстік Қазақстанда көбісі айтылып отыр, бұқаларды алып отқан жеріміз, ерсалдыдан алып отырмыз, 50-60 бұқадан алып отқандай жаңа нелер бар, СПК-лар. Оның алдына келіп айтылып отқан. Сол енді бүгінгі таңда мында отырып көріп, келешектегі айтып отқаныңыз, бөлісіп отқаныңыз, мақсаттарыңызбен көп рахмет. Қайырлы мырза, енді өзіңіз келешекке келген көзқарасыңызды бөлісіп, айтып кетсеңіз. Келешекке көзқарасымыз енді болашақтан үміт көп. Үміт көп. Ол үміт қалайынан болады? Бүгінгі таңда жоспарың мықты болса, бүгінгі таңда еңбегің болатын болса, фундаментің мықты болатын болса, арғы болашаққа жақсы қадамдарға барасың. Сондықтан малымыздың жаңа сапасын дұрыстап, жаңа сапалы ақбас малды өсіріп, соның нәтижесін көреміз деген жаңағыдай ойдамыз. Ол нәрсе болады да, жүйелі жұмыс істесек. Және де бұған қазір мысалы осы министерстводан да, ауыл шаруашылық министрлігінен де, мысалы біздің облысымызда управлениеден де, облыс басшылығынан да бәріне де мал өсіріп отырған азаматтарды құрметтеп, қазір осы мал өсіру бағытындағы, ауыл шаруашылық бағытындағына мысалы ақбас палата өздеріңізден бақтияр қаншама направлениелер бересіздер, қанша ақпараттар, семинарға келіңдер, оқыңдар, мынаны көріңіздер, әр өңірлерге барып семинарларын өткізіп, түсіндіріп, ориентировкасын бәрін айтып, талап тілектеріңізді, сабақтарыңызды ғылымды да ғалымды да бірге ұштастырып жатасыздар. Оның бәріне рахмет. Енді осының бәрінен болған кезде нақты жұмыс істейтін болсақ, бұның нәтижесі болады. Мал шаруашылығы өзінің бір жақсы деңгейіне барады. Одан барлығымыз, жалғыз біз ғана емес, барлық қазақ жақсылық көреді деген ойдамыз. Ол жақсылық көру үшін бүгінгі таңда сапалы малды өсіріп, күндіз-түні соған еңбек етіп, жаңағыдай сол ғылым мен ғалымды, жұмысты бәрін жүйелендіріп, қатар апаратын болсақ, бұйырса жақсылығын көреміз деп тұрмыз. Дұрыс, енді мында біздің кішігірім қосатымыз, әр елдің енді ең басты көрсеткіші бұл экспорттық өнімді көрсеткен кезде экспортта конкуренттік средаға шығып конкурентті болу дейді ғой. Енді ішкі нарықта ол кішкене
қатты конкуренттік емес, нарықтық дегендей. Бірақ сыртқа шыққан кезде ол енді көрсеткіштің ең үлкен бір биік деңгейде. Экспортқа шықсақ керемет болар еді. Сол біздің де енді жеке өзіміздің арманымыз бүкіл қарап менюларды ашып отқан кезде Ақбастың етінен стейк дейсіз, қандай арман деймін да, басқа елдерде көріп отырса. Бұл да енді осы біздің мақсатымыз да, арманымыз да, бірақ оған енді заоблачный арман емес деп айтуға болады да. Бұл нақты қадамдар қойылғаннан кейін бұйырса осыған жеткізу керекпіз. Сіздер міне қолдарыңыз дерт көрмей жұмыс жасасаңыздар, осындай сізге еңбек кісілермен бірге жаңа ғылымды да ұштастырып, бірге жүріп, алға қойған мақсаттарымызға жеткізіп, осындай деңгейге, көрсеткішке дегендей жетуге енді осы мақсаты да сол шығар. Біздің палатаны создаваться етілген кезде, құрастырылған кезде де осының мақсаттарының бірі де осындай. Бүгінгі таңда бірақ негізінен де біз республикалық палата ретінде жұмыс жасап отқан кезде селекциялық жұмыс, одан уже асып кеттік те жұмысымызда, мысалы экспортта да бүгінгі таңда енді өкінішке орай бізде запреттер дейді, оны да айта кеткім келеді. Біздің аналық басымызды шетелдерге тек ет өнімді ретінде емес, ал Ақбас тұқымы ретінде көрші тұрған елдерге бұл племенной продукция ғой, соны да сатып шығарып, көршілеріміз сатып болса, көршілеріміз жақсы өндіріс жасаса, конкуренттік среда жасап отырса, ертең бізде олардан бұқа алмасып отырамыз деген секілді. Бұл да әлемге неғұрлым көп жайлы таралады Ақбас тұқымы. Бұл да бір жақсы көрсеткіштің бірі ғой дегендей. Ал біз оның төзімділігін, жаңа айтып отқандай өнімділігін, салмақ қосу жағын дәлелдеп көзбен мысалы көршілерімізде қарап отырады ғой. Ал қандай оның көрсеткіші, қандай жақсы жақтары, осыны міне сіздермен отырып, ұштастырып, ғылыммен дәлелдетіп, көрсетіп, келіп жаңағыдай семинарларымызды өткізу. Және де біздің тек қана Қазақстан елінің азаматымен емес, шетелден кісілерді алып келіп көрсетіп, міне қараңыздар, өйткені бізде ауыл шаруашылықта жүрген кісілердің көбісі көзбен көргенді ғана сенеді. Айтқан заттарға кішкене, ол қалай екен болады екен, ал көрейік дейді бірінші, содан кейін бастайық деген осындай нелеріміз бар ғой өзіміздің. Енді Бақтияр, дұрыс айтасың. Әскер жаңағыдай әдемі сұрақтарда айтып, бұл біздің Қазақстанымыздың осы ұлан байтақ жерін ата-бабамыз қорғап, қоршап, бізге аманат әкеп тапсырды. Бұл жерде қазір бізге мал өсірем десең де, құрылыс салам десең де, егін егем десең де, не істейм десең де, демократия бар, жағдай жасалып тұр. Ата-бабамыз аңсаған, қазір кнопканы басып қалсаң, сырғып қақпақ ашылады, айналаға тоқаш белмен манты жүзігін шашылады ғой. Барлығы бар қазір. Барлығы бар. Қазір мына YouTube каналға оқимын десеңіз де, жұмыс істейміз десең де, ауыл шаруашылығының бәріне көмегі бар. Енді осының бәрімен болашақта жаңағыдай сапалы аналық басты шетелге экспортқа шығаратын болсақ, бұл енді көрінген таудың алыстығы жоқ дейді ғой. Бұндай алдыға арман мақсат қойылып тұр. Бұған неше жыл бойы Бақтияр өздеріңде бірге қатарлас шетелге жұмыс істеп келе жатсыңдар. Ауыл шаруашылығы бар бәрі жақтан. Сондықтан сапалы ет өнімі экспортқа ет болып бір шығып, аналық болып нақты экспортқа осы оны малды өсіру бағытында шығаратын болсақ, ол нәрсе болады деп ойлаймыз. Сондай жаңағыдай жақсылық күтеміз. Олай болатын болса, аналық малға бұның сұранысы, онда біздің Ақбас малымыздың аналық басы 1 миллион теңгеге барады онда. 1 миллион теңгеге барады аналық басы. Нарықтық қой енді. Жақсы сапалы зат әрдайымда ол сапалы. Сонда мысалы шетелге шығатын болса, бір сиырымыз 1 миллион теңге болатын болса, мал өсіріп жүрген адамдар көздеріне елестетіп, қазір ары қарай жұмысты көз жанып тұрып жұмыс істейді барлығы. Малды әр малға сонда сапалы, сондай бір жаңағыдай жақсылап бір алды кететін болса, қызығушылық пайда болады, ар жағында жақсылығын көреді. Бір сиырды өсіріп жеткізіп, мысалы 1 миллион теңгеге сатылатын болса, 3 жасында керемет қой. Әрине. Енді сіздерге уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге көп рахмет. Біз енді сау саламатты болайық, қолдарыңыз дерт көрмесін, істеріңіз алға баса берсін. Рахмет.